65-ші сабаққа келдік артиклдарға. Немесе the деген ағылшын тілінде артиклдар бар. Артиклдар олар noun, зат есімнің алдында келеді. Зат есім деген кім, не деген сұраққа жауап беретін сөздер. Солардың алдында немесе келеді, немесе the келеді. Деген сөз ол негізі one деген сөздің қысқартылған варианты. Мысалы, бір банк, бір сұрақ деп отырмай, a bank, a question деп сөйтіп айтатын болады. Бұл артикл деген негізі қиын сабақ негізі. Ағылшын тіпті жақсы білем деген адамдардың өздері осы артиклдан кей кезде шатасып жатады. Қай кезде қою керек, қай кезде қоймау керек деген секілді. Осы біздің паттерндармен жұмыс жасау бөлек өзіміздің осы сабақтарға қатысты, бірақ жазып шығып жатқан сабақтарымда менің келтіріп жатқан паттерндарда осы мәселені қызықты етіп, түсінікті етіп айтып кетемін. Егер де паттернмен жұмыс жасау сіздерге қызықты болатын болса, онда маған хабарласып, осы тастап кеткен WhatsApp-тың номеріне жазып, паттерн қалай алуға болады деп жазсаңыздар болады. Сонда ол паттерндармен ол ішінде көп қызықты методтар қолданып. Мысалы, қайталап келу, әрдайым ережелер, бірінен соң бірі, бүйтіп араластырып қайта келіп тұру. Себебі ағылшын тілінде үнемі қайталап тұру керек ережені. Біз ерінеміз қайсысын, бірақ қызықты түрде қайталанып келе берумен ереже жатталып қалу үшін, сосын өткен сөздер қайта келу берумен жатталып қалу үшін сондай паттерндар жазылып жатыр. Егер де қызықты болса, хабарласыңыздар. Ал біз сабақтарымызды жалғастырайық. Жаңа айтқандай, кім, не деген сұрақтардың алдына келеді осы артиклдар. Бүгін біз тек деген артиклді үйренетін боламыз. Мысалы, бірінші суретте he's got a camera дейді. Оның камерасы бар. Камера деген не деген сұраққа жауап береді ғой. Демек, оның алдында болады. He's got a camera. Мысалы, екінші суретте she's waiting for a taxi. Ол таксиді күтіп тұр. Такси деген не деген сұраққа жауап береді ғой. Демек, алдында келіпті. It's a beautiful day. Бұл керемет күн дейді. Day деген не ғой? Күн, не күн. Осы соның алдында келеді. Мына жерде сын есім келіп тұр, beautiful деп. Сол beautiful'дың алдына шыға қояды. Beautiful day. Енді қараңыз, деген ол one thing немесе person. Жаңа айтқандай, бір нәрсе немесе бір зат, бір адам немесе бір зат. Соған деп қолданады. Егер де яғни деген ол бір белгісіз жалпы бір нәрсе, соған қолданады. А егер де the деген артикль, мысалы the apple деген, мысалы, ол деген нақты белгілі бір алманы айтса, the-ні қолданады. А жалпы бір алманы айтса, ні қолданады. Мысалды қарайық. Rachel works in a bank. Rachel банкта жұмыс жасайды. Бір нақты банкты білмейміз, әйтеуір бір банкта жұмыс жасайды. Бүйтіп айтпаймыз. Rachel works in bank деп айтпаймыз. In a bank. Can I ask a question? Мен бір сұрақ қоя аламын ба деп. Мұны көрдіңіз бе, даже қазақ тілінде де бір сұрақ қоя аламын ба деп. A question. Осы айтылады. Can I ask question деп айтпаймыз. Can I ask a question? Неге? Себебі question сұрақ деген кім, не деген сұраққа жауап береді. I haven't got a computer. Менде компьютер жоқ. Компьютер не? Компьютер. Соның алдында келеді. There is a woman at the bus stop. Остановкада әйел адам тұр. Әйел адам бар. Woman кім? Әйел. Демек, соның алдында осы артикль келеді. Қараңыз, жаңа қасында n деп тұрды ғой. Неге n келеді? Мен n деген екеу бір нәрсе негіз. Тек дыбысталуға ыңғайлы болу үшін n-ді қолданады кей кезде. Мысалы, n деген егерде оның алдында мына осындай сөздер келетін болса, әріптер и, о, у деген дыбыс әріптер, онда сөйлеген кезде жеңіл болу үшін n-ді айта салады. Мысалы, do you want apple деген мен келіп тұр ғой. Apple деген ыңғайсызда an apple, n деп қоя салады. Тілге не болу үшін, тез жүріп тұру үшін, ыңғайлы болу үшін. Do you want an apple деген ыңғайлы. Apple дегеннен гөрі. О, banana. Міне, банана деген уже ыңғайлы, амен қолдану ыңғайлы да. Banana. Ол ана apple деген сияқты емес.
I'm going to buy a hat. Мен бас киім сатып алайын деп жатырмын. An umbrella. Көрдіңіз бе? Umbrella деген M емес. Umbrella деп айтып отырмай, an umbrella деген ыңғайлы. Сондықтан осы and қолданады. А былай негізі M мен N екеуі бір нәрсе. There was an interesting program in TV last night. Өткен түні қызықты программа болды дейді телевизорда. Міне interesting деген міне имен келіп тұр да. Interesting деген ыңғайсыз да. Anything. And interesting деген ыңғайлы. Және мына қараңыздар. Ау деген кейбір сөздер бар міне. Х деген мына жерде х әрпі ол не болса да, бірақ ау деген сөзде ол оқылмайды. Сағат деген сөзде. Сондықтан n келеді. An hour деп оқыласыз. Бірақ university деген кезде n қоямыз. Біртүрлі ойлауыңыз мүмкін де. Неге n қойдың алдында отырғы деген сияқты. Бірақ мына university деп оқылады. A university деген ол ға ыңғайсыз емес тілге келуге. A university деген кезде. Сол сияқты European дегенде European. A European. Сол сияқты мына European-да солай ыңғайлы. Another деген an сосын other деген сөз яғни. An other. Біреу басқа, бір басқа деген сөз. Can I have another cup of coffee? Мен басқа чашка кофе ала аламын ба? Another деген яғни an other деген сөздің қосылғаны another. Another деген басқа деген сөз. Біз an деген сөзді қолданамыз қай кезде? Біріншісі. Біреу бір нәрсе, біреуді немесе бір затты белгілегіміз келген кезде. Мынау осындай, мынау мынандай деген кезде. Мысалы, the sun is a star. Күн ол жұлдыз. Football is a game. Футбол ол ойын. Dallas is a city in Texas. Dallas Техастың қаласы. A mouse is an animal. Тышқан ол жануар. It's a small animal. Ол кішкентай жануар. Осындай белгілеген кезде, біреу мынандай, мынау мынандай деген кезде осы n қолданамыз. Joe is a very nice person. Joe қызықты адам. Және тағы да қай кезде қолданамыз? We use a and for jobs. Жұмыстарға қолданамыз. Мысалы айтса, what's your job? Сенің жұмысың қандай? I'm a dentist. Мен тіс дәрігермін. I'm dentist деп айтпаймыз. I'm a dentist. What does Mark do? Марк не істейді? Оның жұмысы қандай? Кәсібі қандай? He's an engineer. Ол инженер. Would you like to be a teacher? Сен доктор болғың келе ме? Ұстаз болғың келеді ме? Beethoven was a composer. Beethoven композитор болды. Picasso was a famous painter. Picasso ол атақты суретші болды. Are you a student? Сен студентсің бе? Міне. Осындай сөздерге, жұмыстарға, кәсіптерге қатысты да and қолданамыз. Осымен сабағымыз бітті.